Осы жақсылық арғай жалғасын. Егеменді елімізді қорғайтын осыны батыр сынды жігіттеріміз бен қыздарымызды әлі де маралды мектебі бере береді деген тілектемін. Сонымен бірге қазіргі күннің өзінде аудан көлемінде жұмыс істеп жатқан ауданымыздың әкімі Абушайын Оқсайынш, Тоқанов Камелхан, Сыпытынды Нұрғали Бәсет, ал білім беру басқармасының өзінде де осы сіздердің төрт түлектеріңіз қазір еңбек етуде. Мен сіздерден тілейтіндеріміз, осы жаңа мектеп әр семьяға, әр адамға үлкен бақыт әкелсін, дендеріңіз сау болсын, жақсылық қаласа берсін демекпін. Тойларыңызбенен құттықтап, семьяда бақыт, ұзақ өмір, зор денсаулық беріп, білім ошақтарында бағанаға талған азаматтарға теңелетін жас ұрпақты тәрбиелей беруіңізге шын жүректен тілектеспін. Білім ордаларыңыз құтты болып, сіздерге қызмет ете берсін. Бүгін біздің ауылымызда үлкен қуаныш болып отыр. Енді бұл қуаныш міне айтып жатырмыз. Жаңадан қандай қиын қыстау десек те, тар заманның өзінде үлкен мынандай бір білім ордасына ие болғалы отырмыз. Менің тілегім осы қызмет етіп жүрген барлық азаматтар, қадамдарыңыз құтты болсын, ордаларыңыз анық білім ордасына айналсын. Оқушылар, сіздерге тілейтінім, ендеріңіз мықты болсын, денсаулықтарыңыз, білімдеріңізді жетілдіріңіздер. Осы алтын ордаларыңызға әр уақытта айланып келетіндей болып, естеріңізде қалатындай болып қызмет етіңіздер. Ендеріңіз сау болсын, қайырлы құтты болсын демесін. Осы қасиетті қазына орталығынан тұңғыш түлеп ұшып, мектебіміздің тұңғыш бітірушілері болып бітіретін шәкірттер атынан 11 жыл бойы кілең беске оқып, мектебіміздің мақтанышы болып отырған Мамырбаева Назымға сөз береміз. Қадірлі қонақтар, ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, бүгін біз үлкен қуанышқа бөленіп тұрмыз. Бұл ұлы мереке жаңа мектепке кіру мерекесі. Мереке құтты болсын, ағайын. Маралды орта мектебінің бұрынғы оқушылары сіздерде, бүгінгі оқушысы біз. Сіздер еңбектің әр саласында еңбек етіп жүрсіздер. Мектебіміздің абыройлы атына ешкім кір келтіргені жоқ. Біз осы жақсы дәстүрді, ата салтты жалғастырып, ұстаздар сенімін ақтаймыз деп сенім білдіреміз. Оқушылар, еліміздің болашағы жастар солар оқысын деп қыруар